Күндеріңіз қайырлы болсын. Бүгін менде чак-чактың рецепті болады. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмыртқамыздың үстіне сода мен тұзымызды салып, артынан шекер саламыз. Және де жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп салып, қаттылау қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илеп шығуымыз керек. Міне бізде қамыр осылай шығады. Енді целлофанға салып, 15 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып дайындап алдық. Енді кесетін боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығасыздар. Қызып тұрған майымызға аз-аздан салып, қуырып аламыз. Үнемі араластырып отырғандарыңыз жөн болады, себебі бір жағы қызарып, бір жағы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан араластырып тұрыңыздар. Қатты қызартпай, осындай ақшылтым күйінде майдан аламыз. Қалғандарын да дәл осылай пісіреміз. Міне бізде чак-чак дайын болды. Мен үстінен ерітілген әсел мен үгітілген шоколад салдым. Енді ол жағы өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сгущенкамен де істесеңіздер болады. Міне бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Баршаңызға ас болсын.